Biz videomuzды одан жалғастырамыз. Бүгін біздер мынандай үлкен қағаздан жасалған гүлдердің қалай жасалу жолын көрсетеміз. Бұндай гүлдермен үйіңіздің дизайнын жасаған кезде қолдануға болады. Немесе мерекелік тойларда, туған күндерде безендіруге, яғни немесе мектепте өткен шараларда 8 наурыз болсын, 22 наурыз болсын, сондай мерекелік тәрбиелік шараларда қолдануға болады. Немесе қарапайым балалармен еңбек сабақтарында жасауға болады. Осындай гүлдердің біз бүгін тағы бір жасалған жолын көрсетеміз. Ол үшін бізге тек қана қажетті құралдар: A4 форматтағы ақ қағаз, кәдімгі принтерге арналған желім және қайшы. Бізге басқа ештеңе керек емес. Енді бірінші сыртын жасау үшін және ішін жасау үшін бізге 9 дана ақ бет керек. 9 штук алдық. Енді осыны біздер жүрек сияқты қылып, бірақ ұзыннан қиып шығамыз. 9 данасын бірден алып, бірден істеуге болады. Біздің сыртқы неміз жасалды. Енді екі жақ екі түрлі болып кетті. Оны қайырамыз, сондықтан ештеңе етпейді. Оның ешқандай қорқудың қажеті жоқ. Содан кейін ортасын қайшымен бөлеміз. Біздің бірінші жапырағымыздың күртешелері дайын болды. Сыртына 5 дана, ішіне 4 дана қажет. Енді осы қағазымыздың бізде шеттерін кез келген фломастер болсын, карандаш болсын, шетін майыстырып аламыз. Кез келген нәрсе жарай береді. Дайын болды. Осылай қағаздарымызды барлығын түгел жасап аламыз. Және келесі бізге ішіндегі гүлдің күртешелерін жасау керек болады. Оғанда бізге 9 дана ақ қағаз қажет. Бұның көлемін кішірейтеміз. Бұны тағы да манағыдай қиып шығамыз. Кішкене өтірікте болып кетті. Мұншаған құттай. Мінекей. Бұндай жасап аламыз. Мұны да тағы да ортасын қиямыз. Мінекей. Осындай барлық, енді осы қағаздарымыздың барлығын түгелдей нетіп шығамыз. Шеттерін майыстырып шығамыз. Мінекей. Бірнешеуін қатар алып, бірден істеуге болады. Жеке-жеке емес. Міне. Мінекей.
Егер маркер ыңғайсыздау болып қалып жатса, қарапайым карандашпен де істеуге болады. Бірнешеуін бірден алдым. Бұны жасауға да көп уақыттарыңыз кетпейді. Үйде ақ қағаз болса болды, желіммен. Енді бірінші кішкентайларын қоя тұрамыз. Бірінші 5 дананы гүлдеріміздің барлығын түгелмен желімдеп шығамыз. Арасына клейміз жағамыз. Осы араны бір-біріне майыстырамыз. Мінекей. Міне гүліміздің барлығын дайындап шығамыз. Біреуі дайын. Екіншіміз дайын. Үшеуі дайын. Бұндай гүлдерді үйдегі балалармен бірге жасаған жақсы. Балаларыңызды қол еңбегіне үйретесіз. Әрі сіздің қасыңызда бірге жасап үйреніп алады. Мына гүлді біз қызымыз екеуміз жасаған болатынбыз. Бұны қарапайым үйге өзіміздің мына қара түсті обойға осындай ақ гүл бергіміз келді. Өзіміздің үйіміздің сәндеу үшін ғана жасалған. Мінекей. 5 данасы дайын болды. Енді осыны бір-біріне жапсырып шығамыз. Так, нараға жағамыз. Осыған келесі гүлімізді қосамыз. Мінекей. Тап осылай бір-біріне гүлдерімізді жапсырып шығамыз. Үшінші күртеше. Одан кейін төртінші күртеше. Және соңғы 5-ші күртеше. Мінекей, мына жерін көшіреміз. Біздің бірінші күртешеміз дайын болды. Енді бұны ұстату үшін мен мынандай шынықты пайдаланам. Кішкене клейміз қату үшін. Сізде осылай қолдануыңызға болады. Оппа. Жаба салайық. Мінекей. Бұнымыз дайын болды. Енді келесі сыртына 5 дана, ортасына екінші қатарға 4 дана саламыз. Ешқандай қиындық тудырмайды. Сіздің кішкентай балаңыз қызыңыз болсын, оп-оңай жасап береді. Міне, төртеу. Енді осыны тағы да бір-біріне қосып шығамыз. Мінекей. Сізге көрінеді деп ойлаймын. Содан кейін келесін қосамыз.
жабыстырған төртіншісін қосамыз. Мінекей. Біздің келесі лепестогымыз дайын, күртешеміз дайын болды. Ой, бұл кәсе алып дейді. Так, мінекей. Енді осыған ішіне тағы да желім жағып шығамыз. Хоп. Осы 5 күртешенің ішіне 4 күртешемізді қосамыз. Мінекей. Кесемізбен тағы бастап қойайық. Енді кішкентай күртешелерге көшеміз. Бұлар күртешенің ішкі беттері. Бізге бірінші бізде 9 гүлдің күртешелері. Дұрыс айтып тұрмын ба? Күртеше деп атап отырмын. Біріншісіне сыртына бірінші қатарға 4 қалдырамыз. Содан кейін келесі қатарға 3 қалдырамыз. Ішкі қатарға. Одан кейін сыртқы қатарға 1, 2, 2. Тағы бір қағазымыз қайда кетіп қалды. Дұрыс, мінекей. Сыртқы гүлдің ішіне жапылатынымыз бірінші 4 кішкентай, содан кейін 3 кішкентай, содан кейін ішіне ортасына 2 кішкентай қалдырамыз. Тағы осындай әдіспен гүлдерімізді бір-біріне жапсырып шығамыз. Бірақ мына жерде бір қарабатейіз мәселе бар. Мысалы, бірінші ішіндегі 4 күртешені мынандай арасын ашып шағын қалып қалдырамыз. Одан кейінгі ортасына салатын гүліміздің күртешесін бұны кішкене қаттырақ майыстырамыз. Мінекей. Осы арасына мұқият болсаңыздар, гүлдеріңіз шығады. Міне. Бірінші күртешеде кішкене кең алынған, екінші күртеше ішке қарай кірілген. Өйткені бұл ішіне кірген кезде гүліміз манағы ортасы мынандай болып жабылып тұрады. Сол үшін бізге сыртындағы 4-еуін мынандай, мінекей, ішіндегісін мынандай қылып істеуіміз қажет. Шатасып кетпеңіздер осы. Біреуі дайын. Мына гүлге жабыстырған әдіспен кішкентайын қалдырамыз. Мінекей, кішкентай. Мінекей, кішкентай. Кішкентай. Мінекей. Енді мына гүліміз жаңағы айтып кеткендей кішкене қаттырақ майыстырамыз ішке қарай. Міне. Осындайдан бізге 3 дана қажет. Енді осы 4-еуін жаңағы бірінші жабыстырған әдіспен жапсырып шығамыз. Ешқандай қиындығы жоқ.
Енді осы күлтешеміздің ішін клейімізді жағып жіберейік. Бұны ортасына жабыстырамыз. Қазір толық аяқтағасын сіздерге көрсетемін. Мінекей. Ортасына, гүлдің ортасына жақындап қалдық. Сондықтан да гүліміз бір-біріне жақындап келе жатыр. Мінекей. Байқасаңыз, жаңағы біздің гүліміз ортасына жақындады. Енді осыны мінекей. Гүліміздің ортасына жабыстырып көрдік. Мінекей. Шықты. Так. Енді біз манағы гүлді ортасын жасаймыз. Так. Мұқият қарап аламыз. Мына жағы қате істеп қойдық. Мына гүлдің бір жағын осылай майыстырамыз. Екінші жағын керісінше майыстырамыз. Мінекей. Біреу былай қарап тұр, біреу ішке қарап тұр. Бірін артына бірін. Мінекей. Осылай майыстырамыз. Содан кейін бір-біріне бүктейміз. Мінекей. Қағазымыз дайын. Енді мына қағазымызды бұлай бүктейміз. Ішіне желімізді жағамыз. Тағы қайталап жіберейін. Күлтешеміздің бірін бұла қарай қайырамыз, екіншісін ішке қарай қайырамыз. Бұдан кейін бүктейміз. Сонда бірінің үстіне бірі бұлай қайырып түседі. Мінжені желім жақпаймыз әзірге, бізге керек болады. Екінші гүлді ортасынан қайырамыз. Бұны гүліміздің қарама-қарсы бағытта гүліміздің ішіне жабыстырамыз. Мінекей. Сонда бізде мынандай пайда болады. Енді жаңа ортасын жабыстырмаған гүліміздің арасын ашсақ, бізде мынандай пайда болады. Мінекей. Бұл манағы ішкі гүліміздің арасы. Осыны аламыз да желімімізді жағамыз. Ортасына гүліміздің жабыстырып жібереміз. Ары қарай қолыңыз жетпесе, қолыңызға кезеген нәрсе алып, желімді басып жібересіз. Жабысты деп ойлаймын. Мінекей біздің күткен гүліміз дайын болды. Сіз көрмелеріңізді, немесе мерекелеріңізді, туған күн болсын, манағы пресс-баннер дейміз, фотозона дейміз. Фотозона жасаған кездерде осындайға үлгі болады. Қазір өздеріңіз соңғы кезде үйлену тойлары болсын, қуаныштарда өздеріңіз байқаған боларсыздар. Осындай гүлдерді көп арнайы безендірумен айналысатын агентстволарды шақырмай, өзіңіз үйде өйстіп жасап алып, кәдімгі түйреуіштермен баннерлерге болсын, обойларға болсын, теректелеп осылай жапсыруға болады. Мінекей біздің үлкен гүліміз дайын болды. Өмірлеріңіз осындай гүлге толы болсын. Көп-көп рахмет.